Сіз 40 жыл бойы жуынбаған адамдарды кездестіріп көрдіңіздер ма? Ал 60 жыл бойы жуынбағанды? Сәлем әлем, қазір мен сендерге әлемдегі ең лас әрі сасық екі адамды көрсететін боламын. Ал кеттік. Біріншісі 75 жастағы Кайлаш Сингх деген Үндістанның азаматы. Ол 45 жыл бойы жуынбай жүр. Осындай шешімді ол 1974 жылы үйленгеннен кейін қабылдаған. Оның осындай ерекше салты оған ер балалы болуға көмектесетіне үміт артады. Ол дін қызметшіге барып еді. Дін қызметшісі Кайлашқа сен жуынбай және шашыңды қимай жүрсең, сенде міндетті түрде ер бала туылады деп айтқан еді. Бүгінгі таңда әлемдегі ең сасық адамдардың бірі ұзын балшыққа толы шаш пен сақал тасып жүр. Осыған қарамастан Кайлашта 7 қызы бар, бірақ ұл бала әлі туылмаған. Осындай сәтсіздікке қарамастан, Кайлаш әлі күнге дейін шомылып жуынудан бас тартады. Өйткені ол тек қана ұл бала туылса ғана жуынады. Алайда 75 жастағы Кайлаш пен оның кәрі әйелі тағы да бір рет бала туа алатындары екі талай. Кайлаш күн сайын мал бағып жүреді, ал ол тұрып жатқан жердегі ыстық 50 градусқа дейін барады. Сондықтан Кайлаштың денесінің иісі айналадағы адамдар үшін өте ауыр болады. Бірақ Кайлаштың айтуы бойынша, ол өзінің гигиенасын сақтайды, өйткені ол күн сайын өрт арқылы тазаланады дейді ол. Марихуана шегіп қойып, от алауының айналасында би билеп Шиви құдайына сыйынады. Жағымсыз иісті кетіріп, таза болуға осының барлығы жеткілікті дегенге сенімді. Алайда оның отбасы мен көршілері оның пікірімен келіспейді. Енді әлемдегі ең лас әрі сасық адам 85 жастағы Иран азаматы Амухаджи. Ол 60 жыл бойы жуынбаған. Кайлашқа қарағанда Амухаджи үйленбеген және әлі күнге дейін өз махаббатын іздестіруде. Оның әйелі болу үшін үміткер Амухаджиның бейдәстүрлі өмір салтын қолдау керек. Амухаджи бірнеше 10 жылдықтар бойы жуынбай жүргенінің себебі ол таза болса ауырып қалады деп ойлайды. Оның сүйікті тағамы шіріп кеткен жайра, және ол малдардың боқтарын ескі су өткізуге арналған құбыр арқылы шегеді. Амухаджи осындай өмір салтын таңдағанның бір себебі ол жас болғанда бірнеше қиыншылықтарға ұшырағаннан кейін оңаша қалып қойып осындай өмірге тап болды. Түнде ол ашық аспанның астында ұйықтайды, немесе арнайы ол үшін жергілікті тұрғындар салып берген кішкене кірпіштен тұратын жерде ұйықтайды. Амухаджи таза тамақ пен таза суны көтере алмайды. Ол шірген әрі лас шикі еттерді жеуді ұнатады және жердегі лас суны ішеді. Әзірге болды достар. Осы видеоға лайк басып комментария жазғандарың үшін үлкен рахмет. Болды, қош болыңыздар.